Мен және де Көтберген Осырақ қызы. В общем, балам, бізді қонаққа шақырып жатыр, Көтберген Осырақ қызы, кеттік. Дануна, мен бармаймын о жаққа. Не үшін бармайсың, барасың? Жо, пап, ол мені жек көреді. Оны қайдан білдің? Біріншіден, ол түкіріп сөйлейді. Ана түкірген кезде оның ішіне барып океан сияқты шомылуыңа болады. Сосын? Екіншіден, ол стөлде мен тамақ жейін деп жатқан кезде кекіреді деп. Ештеңкені білмеймін, жүр, кеттік. Көтберген Осырақ қыздың үйінде. Женщина, білесің ба, кім келейін деп жатыр? Чатлақ келейін деп жатыр. Дануна, кемеге қойсын мұнда. Керек емес. Ол күшті бала ғой. Қайдағы күшті бала? Біріншіден, всегда онымен сөйлесіп жатқан кезде мен түкіріп сөйлеймін. Түкіріп сөйлеген кезде анау океан сияқты оған батып кете жаздайды. Сосын? Екіншіден, мен ол тамақ ішіп жатқан кезде ылғи кекірем деп. Еріппес жан. Мен, в общем, оған не жасасам да, ол ыржиып деп отырады. Сол миын шаш жүрсе ғой, паразым шақырып. Дене мүшесінің бағасын білген кезде. Браво Старс. Бүркіт аға, менде сізге ұсынысым бар. Сақинан қайда ендеше? Құмаш, онда ұсыныс емес. Онда қандай? Адамның почкасы қанша тұратынын білесіз ба? Сен еще сізде банк карточкасымен төлеуге болады ма? Демедің бе? В общем, суть не в этом. Адамның почкасы 21 миллион теңге тұрады екен. Біздің ішкі жан дүниеміз натури бай екен ғой, а? Көлдір, теманы бұра бермеш. Баса жоқ, айта бер. Сосын? Осы жол, давайте сіздің почкаңыз құрбандыққа шаламыз. Не құрбандыққа шалатын, не малын ба не? Не өтірік па не? Чо там не отыр? Балаң айтады, почка 21 миллион тұрады дейді. Керек емес! Кинода. Жан, тұр. Не oldu? Естідің ба? Я естідім. Походу бұл дыбыстар подвалдан шығып жатыр. Тағы естідің ба? Жүр, тексер келеміз. Жүр. Өмірде. Жан, тұр. Тағы не керек саған? Странный дауыстарды естідің ба? Әнің сен тыныш жатшы, маған мешет етпей. Ертең менде жұмыс. Ну, Жан. Кетші. Құдай сақтасын. Мен және де Көтберген Осырақ қызы. Сәлем, Чатлақтың ата-аналары Чатлақты көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, көрмедік. Топасы артыр, сен ата-анасы емессің ғой? Енді қайдан біліп бірге тұрып атқансың? Бұл тез айтсаңдар, Чатлақ қайдаққа көтін айрам. Походу шкафтың ішінде ғой дейм. Бүркіт, ол түсінікті, бірақ сен мен күйеуім ғой, мұнда не істеушін? Суть не в этом, давай көрейік. Сүйем сені басқаны таңдамашы, жүрегімді өтінем алдамашы. Балам, не істеп отырсың? Походу жігіт, қызы тастап кетті. Бүркіт аға, сен прикол ұстай бермеш, конкретно мен сен сияқты көгілдір емеспін. Бетіме баса бермеш соны. Сәлем. Сен шош кетті ма? Көтберген Осырақ қызы екен ғой? Гарри Поттер туралы фильм көріп алған кезде. Немене телевизорда өңшен Гарри Поттерларды көрсеткен? Гарри Поттер, Қотыр. Прикинь, Чатлақ, сен елестетіп көрші, осындай сиқыр шын өмірде болса. Бүркіт аға, давай батяға барып прикол ұстаймыз. Давай. Ақалай. Олай емес. Иә. Херби Форс. Шекеден торс. Маған тиет деп кім ойлаған? Репари Фарго. Миын кеш жіберем қазір бар ғой. Пап, сен кім екенін білесің ба? Кім? Волан-де Котсон. Сен! Жүр сол баламен бала боп. Не твой уровень, дорогой. Прикинь, сосын не болған білесің ба? Жо, білмейм. Мен де білмейм. Чатлақ емай, мен сен бір нәрсе айтама десем. Прикол ғой. Салам алейкум, жігіттер, қалдарың қалай? Көтберген Осырақ қызы? Уағалейкум, родной. Екеулеріне родной болып кеткесіңдер ма не? Чапок, мен шапкамды іздеп жүрсем сен декен ғой? Мен де бола берсінші, мне так удобнее. Жарай, суть не в этом. Мен қазір келем, Чатлақ, сен мына классқа қарай тұр, жарай ма? Мен қарайым ба не? Иә, сен қарайсың. Дала суық, басым қатып қалады. Ал, балалар, барлықтарыңа сәлем, мен сендердің бүгінге жаңа мұғалімдеріңмін.
Да ну! К доске выходит Гүлбану. Сен не, менің атыма прикол ұстадың ба? Топас, сен Гүлбану емес Пикачусың ғой? Я. Ал чапек айта ғой, пидің мәні неге тең? Не? Отақ же. Мстители көріп алған кезде. Железный человек өліп қалды. Сен екесі ғой жылап атқан. Мен анда мысықтар перісіп атыр ма десем? Сіз өйтіп прикол ұстамаңыз, шынында менің любимый персонажым өліп қалды. Ойбай, қай фильмде? Мстителида, то есть кек қайтарғыштарда. Енді қайтейін, сен бір герой болмайсың ба? Хорошая идея. Онда мен человек-тауық болам. Қой, ол человек-тауық бар. Онда мен железный человек 2 болам. Сенің ана қорғаушы қапшығың дайын ба? Ана Сигинелис, жібер бері қорғаушы қапшығымды. Хорошо, мой повелитель. Мен тосып тұрмын. Өкінішке орай программадан қателік кетті. Мен және де елес. Чарлақ, сен бүгін түнде ештеңке естіген жоқсың ба? Жоқ, ештеңке естіген жоқ. Түнде шкаф секілдеді ғой. Ойбай шеш. Походу, на үйде дух бар сияқты. Не сонда үй өзіңе дух жинап алды ма не? Топас, ондай дух емес, елес. Маған бәрі менде дух көбірек. Кел. Сен басың істеме, кімді соғып атсың? Көрмедің ма не? Айбай, қолым бір нәрсе ете кетті. Айбай, жағым сындырып жіберді ғой. Жарлық жүрші, мен саған бір нәрсе айтам. Қайдағы психушка, Мен және де көт жыртқыш ұстаз. Ой, көтперген осырақ қызы, кешіріңіз, мен өзім балаларымнан бір нәрсе сұрап алайын деген ғой, соны сұрап алсам бола ма? Көт жыртқыш ұстаз, ренжімеңіз, бірақ бізде сабақ қой. Сікпейді екем. В общем, балалар... Ағай, сомен не болды? Сұрасыншы тезірек. Сендер неге дышыға бармағасыңдар? 4-ақ бала барыпты ғой. Солардың арасында мен болдым ғой. Шатлақ, мен айбат етейін деп атсың ба? Именно сен болған жоқсың. Енді... Кетіңіз, болды, сабақтың 5 минутын кетіріп тастаңыз етек. Тоқтаңыз. Не үшін тоқтайды екем? Мен шкафқа тығып атқаныңыз не? Ой. В общем, Шатлақ, сенімен серьезный әңгіме болады қазір. Ол қандай серьезный әңгіме? Сен еще насвай атады екенсің ғой. Жоқ ағай, атпаймын. Болды, мен сені ата-аналарына звондайын без. Жоқ ағай, звондамашы. Болды, звондайын деп отырмын. Алло, тәуішке екен ғой. Алло. Көтімді ярат қазір мен. Пап. Пап деймін, пап. Не болды, өлейін деп атқан мысықтар ұқсап? Мен андай сыбыс естідім. Қандай және де кімнен? Мамадан. Қандай сыбыс? Сен зарплата алыпсың ғой. Иә, чо? Мен саған бір фокус көрсетейін деген ғой, 20 000 теңге берші. Ал көрсет, мә. Ал енді қара. Ақалай, мақалай. Көрдің ба? Базар жоқ. Енді давай мен ақшам қайтар. Қара, тағы бір фокус. Ақалай, мақалай. На бала қайда кетті? Ақшасын беріп кеткесің біз ата-анасы оятатын болдым. Сен қуасың ба? Ема, пап, сен жесткий сақал өсіріп өпсің ғой? Иә, енді өзің ғой. Мен де өсіргім келеді. Отағасы, семен бір әңгіме бар. Мен қазір келем. Чотам айта бер. Кешегі іс-әрекетімді айтам да. Оған не опты? Жарайды, суть не в этом, мен кеттім, ұйықтаймын, давай. Ана бала қайда кетті? Красавчик. Не істеп отырсың сен? Қара, қандай красавчик болып тұрмын. Жарайды, суть не в этом, сен маман көрген жоқсың ба? Ұйықтап жатыр әне. Немене ыржындап жатсың? Біреу саған көтін ашып тұр ма? Жай, айнаға қараш. Мам, енді сен де мұжықсың. Больницада саусағынан қаналар кезде. Әкел қолды. Ауырма? Қазір тығам. Әлі тискенде жоқтың ғой. Точно ауырмай ма? Я, ауырмайды. Болды, сігілді. Үйдім ауырмай деген ғой. Мен және де мама. Түннен қалай жаттаусы болады? Не болды саған? Тақпағым жатпай алмай атырым. Лох. Туй, мам. Туй, не болды саған? Өлейін деп отқан мысықтар ұқсап. Көмектесші маған. Қандай тақпақ? Аяз ата туралы. Мұнда 4 шумақ қой. Барда қайталады, жаттап алып кел. Хорошо, мой повелитель. She had to know. Мен дайынмын. Давай, айта бер. Савысыңай. Аяз ата келіп тұр.
Бізге көтін беріп тұр. Өтірік сақал тағып алған. Көтін айыр жерін келіп тұр. Мам болдым. Хорошо, бара бер. Өтірік ұрындыра сағасың ба? Тоқта, не дедің, қайтадан айт. А мен уже ұмыт қалдым. Мен және де отбасым Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Мам, қандай кино көреміз бүгін? Қайдағы кино, біз аниме көреміз. Жарайды, қандай аниме көреміз? Амбалдардың чабуылы. Ол не тағы? Атака титанов қой. Жоқ, жан, мен келіспеймін. Бүгін біз Наруто көреміз. Наруто! Саске! Мен бұмен келіспеймін. Біріншіден, мен балалардың бәрін көтін жуам. Екіншіден, мына бүткіл үйдің нәрселерін мен жасаймын ғой, құдай-ау. Мен де семен келіспеймін. Мен бұл үйдің отағасымын. Отағасы бол, қотағасы бол, маған бәрібір. Не сонда маған әңгіме айтқың кеп тұр ма? Сен оттамаш осы. Ойбай, жағын сындырдым ананың. Наруто көрейікші, мам. Мен және де Тренд. Айбайшың. Сенің басың істема, не түсіріп атсың? Тренд қой, тренд. Не үшін түсіресің оның бәрін? Енді бәрі сөйтіп жасап отыр ғой. Біреу бутылкаға отырса, сен де отырасың ба не? Еще мына майыстырып тапсың ғой. Жоқ, пап, ол бутылкаға мен отырған жоқпын. Кім отырды онда? Бүркіт аға ғой. Чау, амигос. Мен және де махаббат бұрышқа тақап Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Түсінбеймін махаббаттың заңдарын, басқа жанға жүрегімді арнадым. Не болды саған әнәңгісігін? Менде нең бар Эх, махаббат не істетпейді. Первый поцелуй ешқашан естен кетпейді. Сүйем сені басқаны таңдамашы, жүрегімді дүнем алдамашы. Ей, бол балам, қой болды. Ана перісіп атқан мысықтарға ұқсап шыңғыра бермей. Болды чадлақ, любовь, любовь деп қайғыра берме. Ей, мейірімсіз махаббат! Шеше, сізген өлік балаждам ғой. Ей, боқтама. Ешқашан артына қарама, тоқтама. Мен Ринатты сүйем. Мен және де қорқынышты әңгіме Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. В общем, бүркіт, екі балама қарай сал, Чапек пен Чатлаққа. Давай, кет мен жұмысқа. Әңгіме жоқ, брат, қараймыз ғой. Бүркіт аға? Ау. Ампалау. Ей, Чатлақ, мешать етпеш. В общем, Бүркіт аға, давайте этот қорқынышты әңгіме айтамыз. Әңгіме жоқ, әңгіме жоқ. Қалай әңгіме жоқ? Әңгіме бар. Базар жоқ. Әңгіме бар болса бар. Базар бар, қалай жоқ? Жарай, суть не в этом. Атмосфера создавать етіп бір свет өшіріп қояйық. Күндердің бір күнінде. Түндердің бір түнінде. Бүркіт аға, мыжымай тез-тез айтасы ғой деймін. Жарайды. Бір бала қуырдақты, етсіз жасапты. Бетсіз көтсіз қалай ғана тәтті жетті оған? Соны айтам да? Ал енді ұйықтаңдар. Ана бала мал екен е? Қорқынышты фильм көріп алған кезде Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Чатам, Чатлық, дайынсың ба? Бүгін дайындалып келдім. Ёптығыдық, не басы, не аяқ жоқ қайда кетті. Ал кеттік көрейік онда. Закрой глаза скорее дегесіңіз, жұмбайым көзімді. Чатлық, не қорқып кеттің ма не? Жоқ, жай кішкене жата тұрайын деген бұл бүйтіп. Чотам онда қорқыныштырағын көреміз, қойшы бұрдан қой. Папаңмен бірге магазинге барған кезде Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Пап, сен қайда кетіп баратсың? Байға кетіп баратырмын. Папа, қумыш, сен қатын емессің ғой? Жарайды, магазинге кетіп баратырмын. Барасың ба? Конечно, барам. Не алып бересің? Жүр, сол жерде көре жатармыз. Аяқтағы гәлөшті айтсыш. Стил ғой, стил. Ой, топас. Отыра берейін ба? Жоқ, жатып ал. Қой, машинада жатпай тұрмын конкретно. Ой, құдай. Ана ремень тағып ал содан кейін. Папа, мен қаш кетқам? Көтіңе тұқ, көтіңе. Жарайды, без проблем. Ой, қалжындайым, ош кеміз мәш кетқасың.
Пап, қара қандай әдемі келіншек. Қайс. Сендер топ астысыңдар ма, неме бір орында тұрсыңдар?